Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі де келіп жетті. Жылдағы әдетім бойынша бүгін отбасыма наурыз көже дайындап бердім. Алдымен қазанға жылқының сүрленген еті мен қазысын салып 2-3 сағат былбыратып пісіріп алдым. Бидай, арпа, сары жүгері, ақ жүгеріге қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып бұқтырып қойдым. Етті түсіріп алып, бидай, сары жүгері, ақ жүгеріні салып жібердім. Кейінірек арпаны салдым. Алдын ала етті қазыны турап дайындап қойдым. Құрттың үстіне сорпаны құйып, блендердан өткізіп алдым. Дайын болған көжеге туралған етті салып араластырдым. Мінекей достар, менің кереметтей көжем дайын болды. Сен же, мен же деген көже болды. Кесеге құйып, құрттың езбесін қатықты араластырып, бетіне қазыны салып, отбасымның алдына ұсындым. Барлығы рахметтерін айтып жеп алды. Сіздерге менің көжені асу тәсілім ұнаған болса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер болады. Сіздер де осы тәсілмен жасап көріңіздер.